Қарызсыз қоғам жобасы аясындағы кезекті сабақтарымызды, онлайн сабағымызды жалғастырамыз. Тақырып Қазақстан Республикасының қаржы институттары. Ең негізгі институт қаржы деген кезде бізге әрине ұлттық банк елестеу керек. Ойымызға келетін себебі ұлттық банк жалпы елдегі ақша қаржы саясатын жүргізеді, соның ішінде базалық мөлшерлемені бекітеді, банктерге лицензия береді дегендей. Осы ұлттық банкты айтып өтсек болады. Ал енді өзге қаржы институттарының ішіндегі мынау кәсіпкерлікті қолдау мақсатында құрылған қаржы институттары бар. Олардың негізгі өкілдігі Алматы, Астана, Шымкент қалаларында, одан кейін моноқалаларда, облыс орталықтарында да орналасқан. Одан кейін түрлі бағдарламалар да бар. Даму бағдарламасы, яғни даму ол бағдарламадан бөлек, яғни қор десек те болады. Бұл негізгі осы шағын және орта бизнес үшін даму кәсіпкерлікті дамыту қоры. Ол сол кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған қор. Одан кейін бір ауыл бір өнім жобасына да барын айтып өту керек. Ол жерде 5 миллион теңгеге дейін, егерде сіз ауыл азаматы болып, қандай да бір өнім бір нәрсе шығаратын болсаңыз, 5 миллион теңгеге дейін гранттар алуға болады. Ол үшін не істейсіз? Ол үшін сіз кезекте.kz сайты арқылы тіркелуіңіз қажет. Одан кейін енді отбасы банкті айтып өткен дұрыс шығар. Енді отбасы банк тікелей сізге кәсіп бастауға ақша бермесе де, сізге жеңілдетілген табыс көзін растамай, әрине бірақ 3 жылдан артық жинасаңыз, табыс көзін растамай 5%-бен немесе мемлекеттік деңгейдегі бағдарламаларда тіпті 2%-бен де үй алатын мүмкіндіктер бар екенін атап өткім келеді. Одан кейін аграрлық несие корпорациясы бар. Ол ауылдағы ірі, орта және шағын кәсіпкерлікті қаржылай қолдау арқылы елдің агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға жәрдемдеседі. Енді даму қорының негізгі міндеті ол жаңа айтқандай кәсіпкерлерге қолдау білдіру, яғни микробизнес, шағын бизнеске шағын несие беріп жатады. Одан кейін микроқұрылымдық ұйымдармен серіктес орнатып жатады. Одан кейін қордың қаржы бағдарламаларымен жұмыс істеп тұрған микро, шағын және орта кәсіпкерлерді қамту үлесін ұлғайту. Яғни басты мақсат бұл жерде орта кәсіпкерлік, орта буынның күшін көбейту, өзгерту, кіші кәсіптен үлкен ортаға қарай қадам басу. Одан кейін осы даму қоры арқылы енді мен бірнеше танысым бар, кәсібін бастап кеткен, бірақ енді бұл жерде бір кішігірім көп адамға ұнай бермейтін минус бар. Ол жерде жаңағындай залог қою керек болып жатады. Мысалға сіз бір ғимарат алсаңыз, немесе сол бір дүниені дамытам, сатам дейтін болсаңыз да қосымша залог керек екен. Десе де мынау дамудың несиелеу бағдарламаларына келсек, мына жерден кестеден көріп тұрсыздар. Даму микро бар, даму лизинг бар, даму аймақтар бар, үміт бар, еңбек бар. Енді даму микрода енді әр ненің өзінің проценттік мөлшерлемелерін көріп тұрсыздар. Бірақ дәл осы көбінесе еңбек бағдарламасын қарасаңыздар, 6-8 десем де болады. Енді осы 6-8% деңгейінде аспайтын несиені алуға мүмкіндік болады. Бірақ жаңа айтқандай бұл жерде залог бар 5 жылға дейін. Бірақ 6% енді ол нарықта өте бір жақсы бір қолдаудың түрі деп айтсақ та болады. Одан кейін даму факторинг, ислам қаржыландыру қағидалары бойынша шағын және орта жеке бизнесті қаржыландыру бар. Енді кейбір адамдар бар, ой, бұл проценттің барлығы харам дейді, сол ислами дүниелерді іздеп жүреді. Бірақ енді ислам қаржыландыруды да ол жерде көріп тұрсыздар, 17,5% шамамен. Енді ол тікелей пайыз қосып болса да сіздің серіктестік ретінде, инвестор ретінде қабылдап, болмаса сіздің бір өніміңізді өздері алып, одан кейін сізге берген кезде үстінен қосып сатады енді. Бірақ енді салыстырмалы түрде сол қосқандағы проценті қанша дейтін болсаңыз, 17,5%-ға баратынын ескерткім келеді. Одан кейін бірыңғай кешенді бағдарлама шеңберінде субсидиялау бағдарламалары бар. Енді нақты айтатын болсақ, әр бағдарламада өзіндік бір несі бар,
лимиті. Мысалға микрокәсіпкерлікте 20 миллион теңгеге дейін алуға болады, бірақ бұл жерде сол субсидия мөлшері 7-8%, шағын және орта кәсіпкерлікте 8-ден 10%-ға дейін, жалпы максималды субсидия мөлшері ол сол мемлекеттің сізге көмек беретіні 10% алып тастайды. Мысалға сізге делік банк 20%-бен ипотека емес, кредит несие беретін болса, 10%-ын мемлекет субсидиялап, 20 минус 10%-бен сізге сол жылдық мөлшерлеме болады. Одан кейін енді бизнеске несие жаңа айттық, кепілдігін қалай алуға болады? Кепілдік жайлы айтып жатамыз. Банкте несие алу үшін сізге кепіл қажет болады. Кепіл жылжымайтын және жылжымалы мүлік болуы мүмкін. Оның құны несие сомасынан көп болу керек. Енді қарапайым тілде айтатын болсақ, сіз 20 миллион ақша алып жатсыз, 20 миллионның залогы керек кемінде. Осындай бір қиындықтар бар, бірақ енді алып кәсібін бастап кеткен адамдар да бар. Бұл енді бірінші кезекте ойлаймын, жауапкершілік. Көп адам айтады, неге бізге кепілдік сұрайды деп. Егер де кепілдік болмаса, адамның бойынан жауапкершілік кетіп қалады да, бұл ақшаны қайтармай қойса болады дегенде бір ұғым қалыптасып жатады. Одан кейін мынау дамудың жалпы сол кепілдік беруде гарант болатында өзіндік бір бағдарламалары бар. Мысалға, егер сізде ақшаңыз залог жетпей жатса, олар да көмектеседі. Ол жердегі сол бірыңғай кешенді бағдарлама, даму оптима дейді, агроөнеркәсіптік кешенге кепілдік бере алады және ішкі сауда субъектілерін қолдау. Бұл жерде несие сомасын 85%-на дейін, қалған 15%-ы ол бәрібір өзіңізде болу керек екенін ескерткім келеді. Одан кейін агро-несие корпорациясы бар. Бұл агро деп айтып тұрғаннан кейін ауыл шаруашылық, жермен, топырақпен байланысты өнімдерді шығаратын болсаңыз, одан кейін сол азық-түлік өнімдері болатын болса, онда әрине қолдау шараларын табуға болады. Мысалға, фермер агронесие корпорациясы бойынша филиалдарына барып, фермерлер осы филиалдарына барып кеңес ала алады. Несиелеу шарттары жобаның түріне байланысты өзгереді. Бұл жерде 6 орташа есеппен 7%, 35 жасқа дейінгі жастарға 2,5%, шағын фермерлерге 5 жылдан жоғары несие беріледі. Яғни минималды 5 жыл дегенде, бұның өзі бір үлкен көмек. Енді нақты соны қайсысын айтатын болсақ, қандай бағдарламалар дейтін болсақ, сіздер слайдтан көріп отырсыздар. Ол жерде кең дала 2 бағдарламасы, агробизнес, іскер бағдарламасы бар, және де жаңа айтқан 2,5% жастарға шағын несие беру. Сіз бір нәрсені түсіну керексіз. Мына сабақты көріп алып, кетті, мен бұндай бағдарлама бар. Бар, бірақ бірден оңды солды несиені тарата бермейді. Ол жерде әр аймақтар бойынша өзіндік мұндай ақшаның лимиті белгіленеді, сол лимитқа әрекет ету керек. Мысалы, жаңа айтқан кең дала дейтін болсақ, ол көбінесе осы көктемгі дала және егін жинау жұмыстарына айналым қаражатын толықтыру болып табылады. Мысалға, сіз егіншілікпен айналысатын болсаңыз, кең дала 2-де солай, бірақ көбінесе мынау өсімдік шаруашылығына бағытталған. Агробизнес енді ол әртүрлі бар, агробизнестің де түр-түрі. Одан кейін іскер бар, жаңа айтқан, ол жерде сол 6% көп балалы отбасыларға, одан кейін жаңағы айыс алатын кейбір отбасыларға 4%-бен беріледі. Одан кейін жастарға шағын несие ол 5 миллионға дейінгі ақша, жылдық 2,5%. Одан кейін осы ауылдағы қаржы институттарына келетін болсақ, негізгі ұйым осы аграрлық несие корпорациясы болып отыр. Бұның барлығы сол қалада ғана емес, ауылда да тіршілік жасап, ауылдан көш кетпеу мақсатында жасалып отырған бағдарламалардың бірі. Одан кейін енді микроқаржы қызметі де бар, бірақ енді ол әртүрлі өзіндік қойылған ставкаларына байланысты. Ол микронесие беру жөніндегі қызмет негізгі, бірақ проценттерін қараңыздар енді, негізгі бағыт мөлшерлемесіне мән беру керек сіздер.
аз болған сайын ол сізге тиімді, көп болған сайын ол банкке тиімді болып келеді. Одан кейін жақсы бір бастаманың бірі, мен кейде ауылдарға барған кезде өз көзіммен көргем, әсіресе Жамбыл облысында көрген кезде бір кәсіпкерлерді осы ауыл аманаты бағдарламасы аясында әртүрлі несие алған азаматтарды көріп, сол өзінің кәсібі құрт, сыр, май деген сияқты май шайқау кәсібін бастап кеткен адамдар бар. Ол жерде микронесие 5 және де 7 жылға дейін беріледі. Енді осы ауыл аманаты бағдарламасы аясында максималды берілетін несие мөлшері шамамен 30 миллионнан астам. 8 мың айлық есептік көрсеткіште максимум. Бұл жерде жылдық мөлшерлемесі өте жақсы, 2,5%-дан аспайды. Және де енді бір жаңа айтқанда көп адамға ұнамайтын, бұл жерде залог керек болады, бірақ залогсыз болмайтынын ескерткім келеді. Яғни міндетті түрде кепілмен қамтамасыз етілуі тиіс. Енді бұл жобаға кімдер қатыса алады деген сұрақ туындайтын болса, бірінші кезекте жұмыссыздар, одан кейін мынау жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеусіз кіріс алу мақсатында тауарларды өндіру, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын тұлғалар немесе әрекетсіз жеке кәсіпкерлер. Бұл анау өз-өзін жұмыспен қамтамасыз еткен дейді ғой. Сондай адамдарды да осы санатқа кіргізуге болады. Одан кейін негізгі не? Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қызметін жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы кооперативтері. Мысалға, крестьянское хозяйство деп жатамыз, шаруашылық, сол азаматтардың да кәсіп бастауына мүмкіндіктері бар. Одан кейін ісін енді ғана бастаған, мына ИП-сын ашты. Енді қателеспесем 1-2 жыл ғой деймін, сол ИП-ның бұрыннан бері істеп жатқан кәсіпкерлерге емес, керісінше жаңадан ашылған кәсіпкерлерге қолдау шаралары болып табылады. Жаңа айтқандай, ауылда бірнеше азамат осылай кәсібін дөңгелетіп отырғандары бар. Бұл жерде енді кімге ақша береді, тоже сұранысқа ие, одан кейін қызықты жобаларға міндетті түрде ақшаларын береді. Одан кейін бұл жерде несие қандай мақсатта берілмейді десеңіз, біреу айтуы мүмкін, мен ауылға машина сатып алам, ауылда таксовать етемін десе, оған берілмейді. Мысалы, ондай азаматтарды да мен кездестіргенмін. Одан кейін ауыл шаруашылық жануарлары, малдарды жақын туысқандарынан сатып алуға жатпайды. Енді ол неге? Өйткені келісіп алуы мүмкін, сенің қораңда тұрады, сосын менің қорамды ауыстырам деген сияқты неше түрлі адамдар бар. Одан кейін бір ғимараттарды жалға беру үшін, то есть сіздің мақсатыңыз бір зданияны алып арендаға беріп қою болса, ол да жатпайды. Жаңа айтқандай 30 миллионға мен бір үй сатып алдым, ол үйді арендаға беріп қойдым деген ол болмайды. Бұл жерде айтқандай бір нәрсе жасау керексіз ғой, әрекет ету керексіз, табыс табу керексіз дегенде. Одан кейін бұл осы несиелік серіктестер қаржы институттары ретінде республиканың барлық аудандарында ұсынылған және ауылдың әрбір тұрғыны үшін қолжетімді. Ал енді осы несиелік серіктестер жүйесі арқылы несиелер бойынша шарттары қандай десеңіздер, іскер бағдарламасы бойынша несиелеудің сомасы 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Ол сол шамамен 30 миллионның деңгейіндегі ақша. Несиелік серіктестер қатысушылар үшін сыйақы мөлшерлемесі мен бағын айттым, 6-4% арасында. Одан кейін бұл жерде салыстырмалы түрде кейде әйелдерге де басымдық беріп жатады. Енді ол ешқандай жасырын емес. Егер де сіз жай бір кәсіп болатын болса, 5 жылға дейін алуға болады, 60 айға дейін. Ал егер де сіз мал шаруашылығымен байланысты дүние болса, онда 7 жылға дейін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Одан кейін жаңа айтқандай микроқаржы ұйымдары. Бұл жеке компаниялар, олардың мақсаты халыққа аз мөлшерде пайызбен қарыз беру. Бұл аграрлық несие корпорациясымен қорландырылады, яғни қаржыландырады.
агронесие корпорациясы қосымша көмек береді. Былай микроқаржы ұйымдардың проценті өте көп, соны сіздер өте жақсы білесіздер. Енді осы бойынша қосымша ақпарат алғыларыңыз келсе, ұялы телефондарыңыздан экранда көрсетілген номер, яғни 5115 нөміріне хабарласыңыздар деп айтқым келеді. Ал енді дәл сол микроқаржы ұйымдарындағы несиелеудің артықшылықтары, бастысы бұл жерде 75 жасқа дейінгі несие, әйтпесе көбі зейнет жасына дейін ғой. Одан кейін құжаттардың шағын пакеті және де негізгі артықшылығы несиеге өтініш беру және ай сайынғы төлемдерді онлайн режимде жасау мүмкіндіктері бар. Яғни сіз ана ауылдан мына ауылға, болмаса ауданға бара бермейсіз дегендей өзіндік бір кішкене болсын жеңілдетілген формасы бар. Қысқаша осы әрекет етейік, қарсыз қоғамды бірге құрайық.